әжелер, апалар, сіңірлер, жігіттер, біздің соңғы 9-шы бағдарламаға қош келдіңіздер. Өте жақсы білесіздер, алдына екеуміз міне үйдегі жаттығуларымызбен сіздермен бөлісіп жүргенімізге 9-шы бағдарлама болды. Алдына екеуміздің жаттығуларымыз Табата системасымен құрылған. Табата системасы сұранысқа ие системалардың бірден бірі. Өйткені ол арқылы біз артық салмақтан құтыламыз, төзімділікті арттырамыз, жүрегіміздің жалпы жұмысын жақсартамыз. Тек қана жүрек емес, бүкіл ағзамыздың жұмыстарын жақсартамыз және де дене сымбаттылығын ретке келтіреміз. Міне біздің 3-ші аптамыз, әрбір бағдарламамыз біздің 4 табатадан тұрады. Бір табатада 2 жаттығуды 4 рет қайталаймыз, ортасында 2 минуттық үзіліс болады. Достар, сіздер біздерден жақсы білесіздер бұл бағдарламаның қалай өтетінін. 20-25 минут бойы алдына екеуміз үзбестен сіздермен осы жерде терлеп, тепшіп, спортпен шұғылданамыз. Сондықтан да суымызды қасымызға дайындап қойса, таймерді қоса, кеттік қыздыру жаттығуларына көшейік. Бастан бастаймыз, жақсылап тұрып. Керісінше. Кеттік иыққа көшейік. Бір, екі, үш, төрт. Кеттік жанымызға қолымызды. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Аяққа көшейік, екі, үш, төрт. Кеттік екінші аяғымыз. Бір, екі, үш, төрт. Аяқтың басына. Керісінше. Екінші аяқ. Міндетті түрде кеттік. Бір, екі, үш, бір, екі. Тіземізді өшпейміз, достар. Кеттік тағы да. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Жақсылап демаламыз және де біздің бірінші жаттығу. Мұқият болайық, кеттік ал. Өте қызық жаттығулардың бірі, яғни шаңғыда келе жатырған секіліміз, Негізі бұл жаттығуда мен қазір сезіп жатырмын. Жамбас бұлшықтері жұмыс жасайды екен, нарттағы санның бұлшықтері, жалпы аяқтың бұлшықтері. Екінші қайталау. Керемет бізде. Үшінші қайталау, достар. Пульс жоғарылауда сезіп тұрған шығарсыздар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тамаша. Төртінші қайталау, достар. Кәдеге оянамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Ай керемет. Бәрекелді. Келесі жаттығу. Присед. Диагональ. Бұл жаттығуды бұрын біз жасадық. Диагональ. Ортаға. Диагональ. Ал кеттік екінші қайталау. Дұрыс демаламыз. Үлгірмей жатсаңыздар, өз жылдамдықтарыңыздар. Ең бастысы тоқтамаңыздар. Я, күн шығып келе жатыр далада, я. Жайма шуақ болып. Кеттік. Күн шыққан сайын біз қуанамыз. Өйткені біздің видеомыздағы свет өте әдемі көрінеді. Өте жарқын болады. Бұл үшінші қайталау, я? Бәрекелді, алда соңғы қайталау, достар. Сонымен бірінші табатамыз бітеді. Ал кеттік. Керемет. Бірінші табаты бітті. Су ішеміз. Бірақ көп ішпеңіз, я? Естеріңізде ғой. Ал сөйле. Достар, соңғы бағдарлама. Кішкене бір сондай Қимастық бар, қимастық бар, я. Сондай бір үнсіздік бар. Сондай бір түсінушілік бар. Соңғы бағдарлама екеніне. Бірақ жаңағы өзіміз ойламақшы, я, осы соңғы бағдарламаның астында сіздерден көптеген хаттар күтетін боламыз. Міндетті түрде қай бағдарлама ең қиын болды? Қай бағдарлама ең оңай болды? Жоқ, мынандай бір сұрақ қояйық. Қай бағдарлама сіз үшін ең қызықты, ең нәтижелі, ең қай бағдарлама болды? Дәл сол сұраққа цифрамен 1, 2, 3, 4, 9-ға дейін осы видеоның астында өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Біз бірден түсінеміз, я, цифраны көрген кезде. Және де тура осы видеоның астында бөлісе кетіңіздер. Ары қарай сіздер бізден не күтесіздер? Біз сіздерден не күтеміз деген сияқты, я, кішкене бір арамызда осындай байланыс болсын. Сондықтан да тоқтамаймыз, достар, хаттарымызды күтеміз. Тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені бұл бірінші, бірақ соңғы бағдарлама емес. Сондықтан да алда әлі қызықты видеолар сізді күтетін болады. 20 секунд уақыт қалды. Кеттік кішкене демалайық. 1, 2. Демаламыз. Дайынбыз ба? Келесі жаттығу бізде планка, я? Планкада аяқты ауыстырамыз, кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шатас кетсеңіздер, ештеңе Бір, достар. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы жаттығу, я? Бұрын соңды жасаған жоқпыз, өйткені жеңіл жаттығуға жатқыза алмаймыз, достар. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. денем қызып жатыр. Ал кеттік тағы да.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және де бізде соңғы қайталау. Яғни осы жаттығуға, содан кейін келесі жаттығуға көшетін боламыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. 1, 2. Соңғысы мұны? Бұл соңғысы. Енді келесі жаттығу, яғни бұған дейін жасап көрмеген жаттығу. Аяғымызды көтеріп, жамбас бұлшықеттерін көтеретін боламыз. Кеттік, оң аяқтан бастады. 2, 3, 4, 5. Жердегі тұрған аяғымыз өкшеге тіреледі. 8, 9, 10. Ай, керемет, мен жамбас бұлшықеттерін қалай қызып жатқанын сезіп жатырмын. Мен де сезіп жатырмын. Аяғымызды ауыстырамыз, достар, енді сол аяқ. Кеттік, өкшеге тұрамыз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяғым тіпті біркіттеп те жатыр. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Көтенімізді жерге тегізбейміз. 9, 10. Тегізбейміз, я достар. Қойып, қайтып көтермейміз. Және бізде соңғы қайталау. Кеттік, сол аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, жерге жетпейміз. 6, 7, 8, 9 және 10. Ай, бәрекелді. Керемет, екінші қабаты өз мәресіне жетті. Негізі, мен бұл жаттығуларды өзім істегеннен гөрі Алтынаймен бірге істегенді өте жақсы көремін. Қасымда компаньоным болса, дәл сол уақытта қасымнан табылатын адам болса, ол керемет. Сондықтан да достар, сіздерге де айтатынымыз, қасыңызға сіңлі, іні, құрбы, ата-анаңызды мейлі кім қарсылық танытпайды, бұл айтқанда, бәрін шақырыңыздар, бірге істеңіздер. Сол кезде қызығырақ болады, сол кезде пайдасы мол болады. Өйткені жалпы бұл үй жағдайындағы, яғни үйде жүріп, бірақ формада жүруге арналған жаттығулар. Бұл бағдарлама біткеннен кейін де дене бұлшықеттері босаңсып қалмау үшін қайтадан бастап жаттықсаңыздар болады. Немесе 9-дан 1-ге қарай жүрсеңіздер болады. Өйткені төзімділік бізде қазір артып тұр, яғни ешқандай рамка жоқ, былай айтқанда. Өздеріңіздің қалауларыңыз, спортқа деген қалауыңыз, өзіңіздің дене бітіміңізге деген сүйіспеншілігіңіз, денсаулығыңызға деген мұқияттылығыңыз, Бізде азғандай уақыт қалды. Кеттік демалайық, Бізде үшінші табатыда традиция бойынша пресс. Бұл да бұрын соңғы жасалмаған жаттығу, яғни арқада жатып, бір аяққа көтеруге тырысып көреміз. Және бұны дәл кәдімде пресс деп айта алмаймыз, жерде кәдімгі бүкіл дене бұлшықеттерін тұрамыз. Кеттік. 2,
Ал кеттік. 3 4 және 5 дейсің ғой. Екінші жаққа. Екінші аяққа тұрамыз енді. Басымыз. Кеттік. 1 2 3 4 Қайтадан ауысамыз. Яғни үшінші қайталау достар. 1 2 3 тұрған кезде қолмен көмектесіп жіберсеңіздер ештеңе етпейді. 5 және Соңғы. Ал кеттік. 1 2 3 4 және 5. Ал келесі жаттығуды біз оған дейін жасадық. Яғни тағы да арқаға түсеміз. Аяғымызды былай көтереміз. Ал кеттік. Ой, керемет. Ол пресстің бұлшықтары жұмыс істеп жатыр. Кеттік. Жауырынымызды көтереміз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 бәрі келді. Және бізде нешінші қайталау? Үшіншісі болады қазір. Иә. Өте көп жасап болған сияқтымыз. Қиын жаттығу. Достар, үлгірмей жатсаңыздар, асықпаңыздар. Бастысы тоқтамаңыздар. Бұлшықеттерім қызып кетті. Және де соңғы қайталау. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ой-ой-ой. Кеттік. Тұрайық. Қимылдайық. Су ішейік. Достар, сіз көріп отырған дене, яғни біздің денеміз идеалды денелерге жатпайды, яғни кемшіліктеріміз бар, жасыратын ештеңесі жоқ. Бірақ сонда да бұның бәрі осы жаттығулардың нәтижесі. Яғни әрине біз анда-санда бимен де айналысамыз, оған да ешқандай тоқтау жоқ. Егер де сізде айналысқыңыз келсе айналысыңыздар. Бірақ бастысы біз спортқа келген кезде тек қана осы жаттығуларды орындаймыз, яғни қазіргі күнде. Иә, соңғы кездері осы бағдарламаны, осы Табата системасының бірі дәмін көргеннен кейін біз осы Табата системасына өте ғашық болдық. Өйткені шыннан да нәтижелі, шыннан да арнайы бір жерге барудың қажеті жоқ. Тек қана үйде ғаламда той болса және де 2 шаршы жеріңіз болса,
сонымен қатар сіздің тек қана қалауыңыз болса болғаны қосыңыз да істей беріңіздер. Бұл жаттығуларды немесе таза ауаға шығып та істесеңіз болады. Өйткені қасыңызда әрқашанда ұялы телефондарыңыз жүреді, планшеттеріңіз жүреді, ноутбуктеріңіз жүреді. Сондықтан да қосыңыздар, істеңіздер. Қай бағдарлама сізге көбірек ұнады, соны қосып жасай беріңіздер. Бізде 20 секунд уақыт қалды. Бірінші табатын қайталаймыз қазір. Дайынбыз ба достар? Ал бұл ең соңғы 4-ші раунд. Ал кеттік. Бағдарлама бітуі өкінішті болса да, күлімдеп тұруды ұмытпайық достар, иә? Кеттік екінші рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бар күшіңізді салып, бізбен бірге соңғы рет жақсылап жасап алыңыздар, достар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бұл үшінші болды, иә? Үшіншісі, иә. Ja, бұл бірінші қайталау. Ал кеттік ал. Тоқтамаймыз көңілдірек. Бізбен бірге достар. Және присед диагональ. Соңғы қайталаулар, достар. Кеттік бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Асықпай, бәріміз бір-бірімізден осы жаттығудан ләззат алып жасап алайық, иә? Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Және де алда. Тағы 2 қайталау. 2. Демаламыз. 3, 4, 5, 6, 7. Және соңғы бағдарламаның, соңғы табатасының, соңғы жаттығуының, соңғы қайталауы кеттік. 1, көңілдірек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 өте жақсы цифра. Иә. Құттықтаймыз. Су ішеміз, жарайсыздар. Бағдарлама да бітті, суым да бітті. Соңғы. Ал кеттік. Ләззат алу, немесе рахаттану
жаттығулары созылу. Бұл кезде асықпаймыз. Оңға, солға, оңға, солға, кеттік арқа, иек, қол. Бұлшықеттерін созамыз. 9 бағдарлама бойы олар өте жақсы жұмыс жасады. Кеттік қолымыз созақ. Жалпы достар, біз сіздерден нәтижелеріңізді, әсерлеріңізді күтеміз. Әрине, тек бір бағдарламаны жасап қана қойған емес, осы 9 бағдарлама бойы бізбен бірге бастан аяғына дейін жасаған біздің көрермендер, спортшыларымыз, спортты сүйер жандар. Қандай нәтижеге жеттіңіздер? Міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осы видеоның астында кеттік аяғымыздағы. Ай, керемет. Қоштасқым келмейді сіздермен. Сондықтан да біз ойланамыз, ағара не істесек болады, осы жаттығулардың күрделірек түрін түсірсек деген ойымыз бар. Соған қалай қарайсыздар? Сосын жаңа айтып кетпекші, көптеген хат тамақтану жөнінде, иә? Ол туралы да бізге өте қызық болады, яғни қаншалықты ұсыныс түседі, қанша адам оны қалайды. Сондықтан да ұмытпаңыздар, бұл каналға тіркеліңіздер, қоңырауға басып қойыңыздар, Инстаграм желісінде бізбен бірге болыңыздар. Жаңалықтармен әрқашанда сіздермен бөлісіп отырамыз. Қаншалықты өкінішті болса да, бұл бағдарлама, сау бол бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бірақ кез келген уақытта, қалаған кезіңізде, қосыңызда кез келген бағдарламаны жасай беріңіздер, достар. Бізбен болған жандардың бәріне үлкен ризашылығымызды білдіреміз, рахметімізді айтамыз және құрметімізді білдіреміз, достар. Бәрекелді жарайсыздар, иә. Және де жалпы осы өмірдегі әрбір жанға, иә, тілеріміз әрдайым сау бол, және де сау бол.